тақырыбы тұсаукесер жыры. Бүгін сабақта біз сендермен тұсаукесер салт дәстүрімен танысамыз және меншіктік жағында сөйлейміз. Қазір біз домбыра, қобыз, жетіген деген ойынды ойнаймыз. Домбыра, қобыз, жетіген. Домбыра, қобыз, жетіген. Домбыра, қобыз, жетіген. Домбыра, қобыз, жетіген. Домбыра, қолданы көтеріңдер. Кім домбыра? Есте сақтаңдар. Кім қобыз? Кім жетіген? Тамаша. Мен қобыз дегенде орындармен ауысасыңдар. Қобыз. Қобыз, ауыстыңдар. Мақал қойды, я? Сатиді ағым жерде қобыз кім болды? Яны екеуін ауысыңдар, я? Домбыра. Тез. Домбыра. Жетіген. Тамаша. Аня қалып қойды. Жетіген. Домбыра. Ералек қалып қойды. Жетіген. Қобыз. Тамаша. Ал енді кім қобыз? Бірінші үстелге отырасыңдар. Кім жетіген екінші, кім домбыра үшінші үстелге. Ал балалар, енді айтыңдаршы, сендердің бүгінгі күні қандай көңіл күйлеріңіз? Қане көрсетіңдер. Көңіл күйлеріңіз қандай? Бізге көрсетіңдер. Тамаша, көңіл күйлеріңіз жақсы. Ал енді қазір әр топта бір спикер болады. Бірінші топта сати спикер. Осындай бағалау парақтарын таратамын. Бағалау парақтарына өз балалардың өз ұжымыңыз жазсын. Екінші топта Аяулым болады спикер. Аяулым жазады. Үшінші топта Рафаэль болады. Рафаэль мында жазып отырасың. Бірінші тапсырма, екінші, үшінші, төртінші тапсырма. Тамаша. Ал енді балалар, қазір үй тапсырмасын тексереміз. Мынау өткен сөздерді қазір біз бәрін тексереміз. Бастаңдар. Орысша сөйлейміз. Орысша. Тексерді, спрашивать. Так, кожа. Бұл не болады? Кожа. Болгар, ставь. Как будет ткань? Не показывай, я не успеешь. 9. Как будет ткань? Сундук. Как будет кушать? Маша будет кушать. Так, енді ауысыңдар, тағы бір минут. Ауысыңдар, не айтсыз? Санаңдар, неше плюс бар? Сколько плюсиков? Ал қазір жаңа сөздермен танысамыз. Бірінші сөз жыр. Жыр – это песня. Мәдениет. Сөзді тәртіптеріне әдемі жазамыз. Культура. Алашы.
сөздерді қайталаймыз. Жыр, мәдениет, ала-жіп, дәстүр, бата. Тамаша. Ал енді бұл сөздермен сөз тіркесі немесе сөйлем құрастырыңдар балалар. Қандай сөйлем құрастырасыңдар? Қане ойлаңдар. Қане, аяулым. Ең әдемі мәдениет. Тамаша. Тағы қандай? Қане? Атам бізге бата берді. Тамаша. Отыр Ильяс. Қане, Райсан? Мен жыр естідім. Тамаша. Жақсы, Райсан. Тағы? Мен ала жіп алдым. Тамаша. Қайда балалар? Қалай бағалаймыз? Тамаша? Немесе осылай? Тамаша. Жақсы балалар. Ал енді спикерлер өз бағалау парақтарында жазыңдар. Бірінші, кім жаңа сөйлемді құрастырды? Дескриптор бойынша. Сәти, сен өзіңе бір бал қой. Міне, бірінші дескриптор. Жаңа сөздерінен сөйлем құрастырады. Сен құрастырдың, я? Где ты здесь, Сәти? Вот здесь пиши 1 балл. 1 балл. Так, мұнда құрастырды. Аяулым және Ильяс 1 балдан алды. Ал мұнда Рафаэль, Лайсанға 1 балл қой. Лайсан қайда? Ал балалар енді осы тапсырманы бағалайық. Кәнеки бағаланды. Көрсетеді. Тамаша. Жақсы. Бұл өте жақсы деген. Ал көп бұл жақсы. Я? Тамаша. Жақсы. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма. Ол жіксу әдісімен біз сендермен балалар. Мәтінді талқылаймыз. Бірінші топтан, үшінші топтан бастаймын. Мен сендерге қазір мәтінді таратамын. Мәтіннің бір бөлігін. Одна часть из большого текста. Так, для второй группы. И бірінші. Бұл мәтінді сендер оқып шығыңдар. Оқыңдар. Бір үлкен мәтіннің бір бөлігі. Бірінші топта бірінші бөлігі. В первой группе первая часть большого текста. Екінші топта екінші бөлігі. Во второй группе вторая часть большого текста. И үшінші топта үшінші бөлігі. Аяғы, соңы. В третьей части, в третьей группе у вас третья часть, концовка. Прочитайте текст, переведите, аударно. Оқып аударда, бірге, может вместе обсуждать, вместе прочитать, бірге аудар. Енді балалар, қазір бірінші топ бастайды, өз бөлігін бірінші топ оқиды. Баста Сәти. Дәстүр бойынша сәбеді тұсауын, сайлы, өнерлі адам кеседі. Путь ребенка перерезает знаменитый человек. Хорошо. Яна ола. Ол адам себеге өзінің тілегін айтып батасын береді. Бата. Что он дает? Он дает благословение. Свое благословение. Дальше читай. Лиза. Тасауын кесер, жырып айтып, ала жіпті кашамен кеседі. Поют песню и перерезают ножницами путы. Ножницами, да? Ножницами. Тамаша. Бірінші бөлігі түсініп тұрасың деге? Бұл қандай салдашты? Как называется? Тусау кесер. Развязание пут. Енді екінші бөлім? Қане? Тусау кесер, жырып мынадай болады. Это переводится как? Что песня «Тусау кесер» бывает и такое. И такой, читаем хором. Қас балам, қадам басам, аз болам. Тусауын